Тікелей эфирде жаңалықтар. Қызылордалық қыз-келіншектерге рухани тәлім-тәрбие беріп, ұлттық құндылықтарды дәріптеген анаға тағзым орталығына 1 жыл. Осыған орай орталықта салтанатты іс-шара ұйымдастырылып, жыл көлемінде атқарылған жұмыстарға есеп берілді. Анаға тағзым бүгінде ел аузында жүрген орталық. 1 жыл ішінде мұнда түрлі форматтағы жиындар, мерекелік шаралар мен кездесулер, семинар, тренинг, форсайт сессиялар өтті. Мәселен, жас отау, жас отбасылар клубында 41 түрлі парасаттылық дәрістер өткізілсе, психолог медиатор кабинетінде 2000-ға тарта қыз-келіншек кеңес алған. Жалпы 1 жылда орталық 25 мыңға жуық адамға қызмет көрсетіпті. Мерекелік жиынға қатысқан облыс әкімінің орынбасары Шахмардан Байманов орталықтың жұмысына оң бағасын беріп, аймақ басшысының құттықтауын табыстады. Бұл орталықта өткенге құрмет көрсетіліп, ұлттық құндылықтар дәріптеліп, салт дәстүрлеріміз насихатталуда. Артта қалған 1 жыл мақсат мүддеміздің толық жүзеге асқанын дәлелдеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өңірге былтырғы сапар кезінде ғимаратқа арнайы келіп, орталықтың қазіргі қоғамға аса қажеттілігін, бағыт-бағдарын дұрыстығын ерекше атап өтіп, орталық жұмысына 10 бағасын берді. Ақ жаулықты асыл аналардың ақ батасы, игі жақсылардың 10 тілегі, мемлекет басшысының жылы лебізі мен сенімі орталық ұжымның алдағы жұмыстарына үлкен серпін береді. Есеп беру кешінде анаға тағзым орталығы жаңа бренд бұйымын көпшілікке көрсетті. Өмір иірімдері деп аталатын тұмарды Мирас әжелер клубының қолөнер шебері Ақмарал Жұмағұлова жасаған. Ұлттық құндылықтарда заманауи үйлестіру идеясынан туындаған алғашқы бренд өнімнің мағынасы тереңде жатыр дейді шебер. Орталықтың алғашқы төлтума құндылығы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында тоғызқұмалақтан чемпион атанған Бексұлтан Бостандықовтың анасына тарту етілді. Әрбір үйде молшылық, тоқшылық, береке болсын деген бақытта бидайдың кескінімен тоқылды. Атыда айтып тұрғандай, өмір иірімдері дөңгеленген дүние, атадан балаға мирас болып қалатын бір үлкен бір дүние деп ойлаймын. Жалпы орта шенінде кіндігі бар. Ана кіндігі, жер кіндігі дейді. Сондықтан біз тұмардың ішкі орта шетіне кіндігін бейнеледік, оны күмбезбен көмкерілді. Және де 4 шашағы бар. Бір тұмарды тоқу үшін 3 күн уақыт керек. Ұлттық құндылықтарымыздың бастау бұлағы ол ананың әлдиі. Осы ретте әлди жырларының үлгісін жаңғырту мақсатында анаға тағзым орталығы Әлдияна республикалық онлайн байқауын ұйымдастырған болатын. Байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен 15 шығарма қатысып, Талғат Нағашбаев пен Сағынғали Сейітовтің ана әлдие әні бесік жырының жаңа нұсқасы деп танылды. Елдің алдында есеп бергіміз келді. Планканы өте жоғары қойдық. 1 жылдың бедерінде атқарған жұмыстарды сараптап, саралай отыра, біз ойлағаннан да жоғары деңгейде жұмыс жасадық деп мен сеніммен айта аламын. Біздің орталық ұлттық құндылықтар мекені, тәрбие мектебі, достық алаңына айналды. Біз үшін биылғы жыл белесі биік 1 жыл болды. Ұлтымыздың өміршең өнегесін өшірмеуді мақсат тұтқан анаға тағзым орталығының байыпты бастамалары алдағы уақытта да жарасымда жалғасын таба бермек. Мақсат Карбай, Ғалымжан Қожақов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.